Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз көрпенің астарын тігуді көреміз. Қазір мен сіздерге көрсетем. Мынандай көрпе, соған астарын мен алдында мына құрақтарды қалай құрау керек екенін көрсеткен. Енді сол құрақтарды міне біз жинастырдық. Енді оның астарын тігеміз. Астар тігу үшін астар матаны бетімен жоғары қоямыз. Міне оның астыңғы жағы. Мына беті. Мына көрпемізді де бетімен қоямыз. Сонда екі сыртын тігеміз. Мен бұл көрпеде астарында мына жақ шетіне мата қосқам. Сол үшін сол матаның бір жақ кішкентай бөлшегін ортасынан алдым да қалтырдым. Көрпені аудар үшін ол жер керек бізге. Ал егер сіздерде бұндай жер жоқ болса, сіздер мына тігіп жатқан жерден қазір бір жерден алып қалсаңыздар болады. Бір 60 сантиметрдей, бір 70-80 сантиметрдей алып қалсаңыз, көрпені салған ыңғайлы. Мен көбінесе оны мынандай көрпенің бас жағынан қалтырады. Башынан қалтырған маған ол ұнамайды, өйткені оның бұрыштары дұрыстап шықпай қалады. Ал егер де мынандай жанынан алсаңыз, ол жанынан тіккеніңіз көрінбей қалады. Мынаны қайырып тіккен кезде астар қай жер тігілгені онша білінбей қалады. Мынандай басынан не аяғынан қалтырсаңыз, ол уже білініп қалады. Егер замок салмасаңыз, бұл жерде менде замок салынбаған, тек қана осылай мындай дырка қалтырдым. Ол дырканы мен инемен түйреп қойдым әзірше. Қазір маған оның астын тіккенге кедергі жасамас үшін. Мінекей мынаны астарды дұрыстап тұрып жайып алдық. Енді осының бетіне мына матамызды, құраған құрағымызды бетімен қоямыз. Бетімен қоямыз. Астар мата мына құраққа қарағанда көбірек болу керек. Бір 2 сантиметр, 1,5 сантиметрден, жан-жағынан 1,5 сантиметрден болсын шығып тұрған дұрыс. Мынаны айдатып жайып алдық. Асты сырғанамас үшін дұрыстап қойып аласыз. Қазір әбден қойып аламыз, содан кейін барып инемен түйреп аламыз. Содан кейін уже машинка қоямыз. Инемен түйреп алсаңыз, инеңіз жоқ болса көктеп алсаңыз жақсы. Сол кезде машинкаға қойған кезде жылжымайды. Маталар қанша түзу кесем десең де, олар қисық болып кетеді. Сол үшін кішкене артығырақ қып, болмаса тігіп алғаннан кейін бірақ кессеңіз де болады. Екінші жақ шетін. Тегістеп алыңыз, чтобы астындағы матамыз түзу тұрсын, түзу жатсын. Маталар көрінбей тұрса, қолмен шап-шап қойыңыз. Тартыңқырап істесеңіз болады. Мына жаққа да шықпай қалды. Мінекей дұрыстап жайып алдық. Енді шетіне полностью айландырып отырып, инелерді түйреп алайық. Андай құр қолмен ұстап отырып тігем десеңіз, астындағы мата қисайып кетеді. Көрпенің асты қисайып қалады. Осылайынан жерге жайып, немесе стол үстіне қойып,
бетіне бет қойып бар қолмен көктей алсаңыз да жақсы, спокойно тіге бересіз машинкамен. Содан кейін барып тіксеңіз болады. Осылайынан егер түйреп алдық. Жаңағыда егерде шетінен қалтыратын болсаңыз, орта жолдан сол жерді белгілеп алған дұрыс, тікпейін деп. Кейін оны сөгітіп жүрмейсіз. Енді қазір оны тік болғаннан кейін келесі видеоны көреміз.